Ассалаумағалейкум. Пайыңылге қалқы. Міне осы әкеміздің 100 жас мерейтойына Қазақстаннан келіп, соғыстың ұрпақтары, немерелері, жиендері, барлығымыз әкеміздің 100 жас мерейтойын тойлап, осымен осы мамыр айының 14 күннен бастап іс-шаралары жүргізіліп жатыр. 14 күні аймағымыздың орталық музейінде көрмесі жайылып, содан Құран оқытылып, Құран хатымы аударылып, асы берілді. Енді бүгін міне мамырдың 16 күні әкеміздің атынан аймағымыздың драма театрында үлкен күй жарысы жүріліп жатыр. Күй жарысы сол 100 балаға есептеліп, осымен өте жақсы, көңілді болып жатыр. Аллаға шүкір. Еліміздің, Байыңылға аймағымыздың қыр-сымынан келген домбырашы балалар өте өнерді, өте шеберліктерін танытып көрсетіп жатыр. Ол күй сайысында әкеміздің өзінің шығармашылық күйлері де орындалып жатыр. Халық күйлері де орындалып жатыр деген сияқты. Енді сол Алла қаласа ертең мамырдың 17 күні 16:00-де үлкен концерт болмақ осы аймағымыздың драма театрында. Осы келіңіздер, тамашалаңыздар. Концертте билет болмайды, концерт тегін. Көптеп келіңіздер. Сіздермен болған Ахмер Қабыкейұлы Сейісхан боламын. Аса қадірменді көрермен қауым, бүгін өздеріңізбен жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштамыз. Біз атамекен Қазақстаннан келіп, әкемізді еске алу 100 жылдық мерейтойына өздеріңізбен бірге мұнда қатысып отырмыз. 14 күні айдың әкемізге арнап, анамызға арнап, үлкен ас бердік. Кеше аймағымыздың орталық музейінде әкемізге арналған бұрыш ашылып, көрермендер келіп, әкеміздің өмірбаянына танысып, ол кісінің бұрынғы қолданып жүрген заттарын, ең бер жағы дирижерға шыққан кезіндегі киіп жүрген киімдеріне дейін көріп тамашалап, дирижердің таяғының шен ұстап көріп, әкемнің қолданған қаламын, ол кісінің шашын тарап жүрген тарағын шен ұстап көріп, халқымыз сондай қатты ризашылықтарын білдірді. Енді мұнда бүгін әкеміздің шығармашылығынан 8 жастан 15 жас аралығында балалардың ортасында күй сайысы жүріліп жатыр. Осында көптеп келіп тамашалап жатқан барлықтарына көп рахмет айтамыз. Барлықтарыңызды ертең болатын әкеміздің шығармашылығынан осы Құрманхан атамыздың атындағы драма театрында өтетін концертіне шақырамыз. Ассалаумағалейкум, қымбатты Пайыңылге халқы, қазақ елі. Сіздерге сонау Қазақстанның Алматы қаласынан үлкен жалынды сәлем. Бүгін менде Моңғолияның Пайыңылге аймағының туып өскен жеріміз Өлгейдің төрінде үлкен ауылымыздың абызы, Керей қазағынан шыққан дәулескер күйші, республикаға еңбек сіңген әртіс, композитор, дирижер, сыбызғышы, ұлттық өнер зерттеуші атамыз Ахмер Қабыкей
ақсақалдың рухына бағышты 100 жасына арналған шаралар өтіп жатыр. Енді өзімді таныстырсам, мен осы ақсақалдың 3-ші қызы Гүлдариға деген қызға үйленген, сол кісінің күйеу баласымын. Бұл кісілердің қолынан дәм татқан, бұл кісілердің қолынан батасын алған. Енді бұл кісінің еңбегін халық біледі, ел біледі, өскен өнген, сондай бір үлкен ұлағатты халқымыздың ардагері ақсақалы болды. Бүгін міне сол кісінің 100 жасына арналған мерейтой аймақ халқында болып жатыр. Қуаныштымыз. Үлкен астар болып жатыр, үлкен домбырашылар сайысы болып жатыр. Енді осы кісінің ұрықы желеп жүрсін халқын ұрпақтарына, осы кісінің бақ дәулеті, творчествосы, еңбегін осы жастарға дарсын, ұрпақтар аман болсын. Ол жақтағы осы кісінің енді артынан қуған театр ұжымына, өзінің бірге істеген коллективіне үлкен рахмет. Бұл кісі 1958 жылы қазақтың маңдайалды домбырашысы болған Нұрғисат Лениевтен шәкірті болған, сол кісіден білім алған, алғашқы өлкейдің қара шаңырағын бір оғын бірге қаласқан, театрдың іргетасын бірге қаласқан ардагер ақсақал өнерпазы болды, режиссері болды, соңында оркестрді бәленбай жыл басқарды. Еңбегін халық, мемлекетіміз жоғары бағалап, алтын жұлдыз орденін берді. Моңғолияның еңбек сіңірген әртісі деген атағын берді. Қазақстанда да бұл кісінің еңбегін жоғары бағалады. 93 жыл Атажұртқа көшіп барғаннан кейін ол кісі өзінің семьялық ансамблін құрып, сол Алакөл ауданына, Алматы облысына үлкен концерттер ұйымдастырып, өзін-өзі танытқан адам, ұрпағына да тартқан адам. Ол жақта да еңбегін Қазақстан Республикасы жоғары бағалап, тұңғыш президентіміздің қолынан ерен еңбек үшін медалімен марапатталған. Ұрпақтарының бәрі талантты, тегіне тартады дейді ғой адам. Тегіне тартқан бәрі күйші, домбырашы, өнерге жуық адамдар. Енді мына болып жатқан мерейтой құтты болсын. Марқұмның жаны жәннатта, топырақ торқа болсын. Артындағы ұрпақтар аман болсын, ел аман болсын, жұрт аман болсын. Сол кісінің өнерін осы ел жұрты халқына дәріптей берсін. Көріп жатырмыз, міне домбырашылар сайысында кішкентайлардан бастап үлкендерге дейін арасында үлкен сайыстар болып жатыр. Ел жұртына рахмет, бала-шағасына рахмет, Алла разы болсын. Сонау осы торқалы тойға, сонау Қазақстаннан, ішінен әрбір облыстардан, Алуан Батырдан, Дарқыннан, Қобдадан, барлық жерден үлкен қонақтар келіп қатысып жатыр. Қуаныштымыз, атамыздың рухы желеп жүрсін ұрпақтар. Сол кісінің қызық қуанышын, сол кісінің дәулетін, бақытын ұрпақтарына нәсіп етсін.